Марат Мұсабаев деген азаматтың осы дулаттың қасында жүрген азаматтардың бірі. Ол қате деген енді. Ал енді осы дулаттың ісі еш болмасын десек, бұл арқай ісін жалғастырайық. Соны айтқым келіп тұр. Біздің қазақ халқының тағдыры қазір қыл үстінде деп айтуға болады. Үндемей отырсақ, біз қазақ ұлты құрып кетеміз. Оны түсіну керек бәрі. Бірінші сол болып түсінгендердің адамдар көбі түсінеді, бірақ та шықпайды. Әңгіме сонда. Дулат бауырымыз, ол батыр. Бәрі де мысалы білді, Назарбаев кім екенін, мынау Қытай экспансиясы бар екенін, бірақ та көп адам шықпайды бізде. Соны бірінші болып шығу, ол өте қиын. Ол жұртқа айттық, қайта үгіттеп, шығайық деп айтып, өзі өте қиын. Ол айтасын, осы митингте көп жиналады деп ойлайсын да, жұрт шықпай қалады, сен басылып қаласың өзің. Дулатты мен түсінем, ол өте үлкен міндет болды. Одан адам өз түніп кетеді одан. Ондай азаматқа біз сол уақытында сондай қолдау көрсете алмадық. Сондықтан ол енді біз көп болғанда, ендігі Дулат ортамызда жүретін еді. Өйткені ондай неге бара алмайтын еді үкімет. Біз өзіміз оны қолдамағасын үкімет басынып отыр. Назарбаев басынып отыр. Өйткені халық қолдамай отыр. Халық қорқа болдық енді. Осы отырған ағайындар, үлкен кісілер, балаларың бар, жіберіңдер ортаға. Қорқатын, артқа шегінетін жер жоқ бізде. Егер біз тағды осы отырсақ тағды, біздің ұлт қазақ деген болмайды ол. Дұрыс айтасыз. Мен енді кешіресіздер, қаралы күнде осындай сөз айтып жатқан, бірақ та айтпасам болмайды. Өйткені Дулат осы үшін күресті, осы үшін өзінің басын бәйге еттікті, осы үшін құрбан болды. Егер Дулаттың аруағы разы болсын десек, осы ісін ары қарай жалғастырайық. Ағайын. Жалғастырамыз. Сол үшін айттай енді шаршаған. Енді қазір біраз жетістік бар. Былтырғыларға қарағанда біз қазір бұрынғыдай бұрын шетелдерді білген жоқ, қазір біліп жатыр. Кешелер біз Европарламентқа барып, Европарламенттің алдында митинг жасап, олар шықты. Әңгімелесті, Қазақстанда қандай жағдай болып жатқан. Сондықтан кішкене болса да бір бар қозғалыс. Сонда енді қолдандар осы істі. Бір болайық қазағым. Қазақ болсын, басқа ұлттар болсын, бәрінде. Бірге біз. Ел болайық.